Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ПП десерт жасайтын боламыз. Егер сіз диетада жүрсеңіз, бірақ тәтті жегіңіз келсе, онда осы десертті жасап көрсеңіз болады. Ең алдымен желатинді суық суға матырып, жұмсарғанша тоңазытқышқа салып қоямыз. Сұлы жармасын противенге салып, 180 градуста қыздырылған духовкада 12 минуттай қызарғанша ұстаймыз. Немесе табаға салып, орташа отта араластырып отырып қуырамыз. Құрманың үстіне қайнаған су құйып, жібітіп қоямыз. Кеңірек ыдысқа сүзбені салып, үстіне сүт құйып, блендермен еземіз. Молочный шоколадты микротолқынды пеште немесе паровая баняда ерітіп, сүзбеге қосып араластырамыз. Жібіген құрманы сүйегінен ажыратамыз. Қуырылған сұлы жармасымен құрманы блендерге салып, ұсақ болғанға дейін еземіз. Диаметрі 16 см болатын форманы фольгамен орап, сұлы жармасы мен құрмадан жасалған массаны форманың түбіне біркелкі қылып жаямыз. Жұмсақ болып жібіген желатинді судан сүзіп алып, түбі қалың ожауға салып, отта ерітеміз. Немесе кез келген ыдысқа салып, микротолқынды пеште ерітсеңіз де болады. Ең бастысы желатинді қатты қыздырып алмау керек. Әйтпесе күші кетіп қалып, десертіміз дұрыс шықпай қалады. Ерітілген желатинді сүзбелі массаға салып араластырамыз. Массада сүзбенің бүртіктері қалып қалмау үшін блендермен тағы бір езіп жіберсеңіз болады. Сүзбелі массаны формаға құямыз. Бетін тегістеп, 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Бір-екі сағат өткен соң десерттің шетін пышақпен кесіп отырып формадан шығарамыз. Видеода көрсетілгендей десертті тарелкаға салып, аударып отырып, түбіндегі фольгасын алып тастаймыз. Шоколад пен сливкиді араластырып ерітіп, десерттің бетіне құямыз.
Бетін тегістеп, сублимированная малинамен әсемдейміз. Сіз өз қалауыңызша кез келген жидекпен әсемдесеңіз болады. Сонымен ПП десертіміз дайын, кесіп дәмін көрейік. Дәмі өте жақсы, асқазанға жеңіл, тәтті дәмі бар. Салмақ қосып аламын деп қорықпай жасап жей берсеңіз болады. Егер рецепт сізге ұнаса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз.